Бүгін біз жай бөлшектер ортақ бөлімге келтіруге есептер шығаратын боламыз. Мысалы 462 есепте былай деген: жұлдызшаң орнына тиісті санды тауып қойыңдар деген. Енді қараңыздар. Мен осы бөлшек берілген, міне екі теңдік беріліп тұр. Сол теңдікті сіздер қайтадан жазайын, сосын соның әдістерін көрсетейін, қалай шығаратындығын. Ол үшін біріншісін жазып алдым. 14 бөлінген 21. Енді қарасаңыздар, мына жұлдызшаң орнындағы санды табу үшін мен бүйтуім болады. Екеуі 14 пен 21 екеуі де қысқарады. Қысқартып жіберемін. Екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші ол 7 болады. 14-те 7-ге бөлемін. Мында 2 болады, мында 3 болады. Сонда жұлдызшаң қарасаңыздар, алымы 2-ге тең болады, бөлімі сонда 3-ге тең болып тұр. Сонда 2 бөлінген 3 ол тең 14 бөлінген 21-ге болып тұр. Яғни мына жұлдызшаң орнында тұрған санды біз қалай табылдық? Яғни қысқартып жібердік бірдей санға. Немесе келесі екіншісін қарайық. 5 бөлінген жұлдызша тең болады 15 бөлінген 21 дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде де солай. Екеуінің де бөлігі болады. 15 пен 21 ең үлкен ортақ бөлімі ол 3 болады да, екеуін қысқартып жібереміз. Сонда 15-ті 3-ке бөлгенде 5 болады, ал 21-ті 3-ке бөлгенде 7 болады. Сонда жұлдызшаң орнында бізде тең болып тұр. 5 бөлінген 7 ол тең болып тұр 15 бөлінген 21-ге. Ал енді келесі есеп мынадай. Араласындарды ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер дейді. Сіздердегі кітапта оқулықта 463-ші есебі. Біз кеше жай бөлшектер ортақ бөлімге келтіруді өттік. Енді қараңыздар, мына жерде араласым берілген. Енді осы араласымды біз бүйтеміз. 2,6-дан 1 және 3,9-дан 1 осы күйінде жасап аламыз. Содан кейін 2,6-дан 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Бұрыс бөлшек дегеніміз, яғни алымы бөлімі үлкен сандары. Бөлім сол күйінде жазылады. Яғни мынау бөлімі дегеніміз мынау. Ол сол күйінде жазылады. 6. Сосын қараңыздар. 2-ні көбейтемін 6-ға. Ол 12 болады. 12-ге 1-ді қосам. Ол 13 болады. Және 3,9-дан 1 дейді. Онда бұрыс бөлшекке айналдырамын. Бөлімі сол күйінде жазылады. 3-ті 9-ға көбейтемін. 27 болады. 27-ге 1 қосам. 28 болады. Енді сіздер білесіздер, кеше өттік біз 6-тан 13 және 9-дан 28 деген екі бөлшек беріліп тұр. Сол екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіру керекпіз. Ол үшін 6 мен 9-ның ең кіші ортақ еселігі. Ең кіші ортақ еселік 6 мен 9. Мен бірден жазып кетемін, сіздер черневик еспей алсаңыздар болады. 6 мен 9-ның ең кіші ортақ еселігі ол 18 болады. Енді қараңыздар, екеуінде 18-ге келтіремін. Сонда қараңыздар, 6-тан 13 ол тең 18-ден қаншаға? 18-ді 6-ға бөлем. 3-тен кет, 3-ке көбейтем. 13-ке көбейткенде 39 болады. Келесі 9-дан 28 тең болады 18-ден қаншаға болады? 18-ді 9-ға бөлем. 2 болады. 28-ге көбейткенде 56 болады. Сонда астына жазайық. Мына 6-тан 13 деген бөлшегіміз біздің 18-ден 39-ға тең болып тұр. Ал 9-дан 28 дегеніміз ол 18-ден 56-ға тең болып тұр. Нәтиже арасында және жазып қояйын. Және. Келесі екінші мысал тағы да. 3,18-ден 1 және 2,15-ден 4 дейді. Екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіреміз. Ол үшін мен бұрыс бөлшекке айналдырамын. 18-ден 3-ге 18 54, оған 1 қосам 55 болады. Қарағатай. Және 2,15-ден 4 дейді. Ол 15-ден 2-ні 15-ге өткенде 30 болады. 4 қосам 34 болады. Қарағатай. Енді ең кіші ортақ еселік 18 бен 15-тік. Ол тең 90 болады. Енді қараңыздар. 18-ден 55 ол тең 90-нан қаншаға болады?
Бұл санда 18 бөлем. Оған 5 теңге. 5 елу өсіп кеткенде 225 болады. Қарағатай. 15-тен 34 тең 90-нан қанша? 90-да 15 бөлем. Ол 6 болады. 6-ны 34 кеткен кезде 204 болады. Енді сонда астына жазамын. 90-нан 225 және 90-нан 204. Яғни мен мына екі аралас саным ол мынадай түрдегі сымдар болып шығады екен.